Жалпы кэшфлоу ойыны шынымен қаржылық сауаттылықты арттыруға көмектесе ме? Мен енді байқағаным, ол кэшфлоудың шын өмірден айырмашылығы. Ең бірінші неден бастау керегін айтып бере аласыз ба? Тұрақтылықтан гөрі анализ маңыздырақ болады. Бірақ пока ай сайын 10 мың, 20 мың, 30 мың, 40 мың теңге, 100 мың теңге салып отқанда анализден гөрі тұрақтылық маңыздырақ. Кезінде мен ақша жинауды үйреніп алып едім, инвестицияны үйреніп алып едім. Қатты өкінемін. Енді промпт деп қалдыңыз. Осы промптты алып біз өзіміздің осы подкасттың описаниясына қойып қойсақ қалай болады екен? Құрметті ChatGPT, сен 10-15 жылдық тәжірибесі бар. Сіз қазіргі таңда қандай банк карточкаларын қолданасыз? Ыңғайлы таңдағаныңыз дұрыс, бірақ енді мен әртүрлі тапсырмаға әртүрлі карталар қолданамын. Депозит бар, керемет депозит. Басқа банктардан ондай көрген жоқпын. Мен ойлайтын, мен сондай ақылдымын, қазір әлемді төңкеріп тастай аламын деп. Енді осы орайда қарыз туралы тақырыпты бір қозғап өтсек. Кредит алу керек. Кредит алу кез келген адамға керек деп ойлаймын. Бірақ не алып жатқанымыз да маңызды. Телевизор мысалы рассрочкаға алу болмайды. Телевизор ең пайдасыз инструменттердің бірі да мысалы. Осы отбасы банк сияқты ипотекаға үй беретін бағдарламаларды қолданған қаншалықты дұрыс? Жақсы жері бар, отбасының жаман жері бар. Бәріңе сәлем. Бүгінгі подкастта біз ақшаны сақтау, жинау және көбейту жолдарын қарапайым лайфхактар арқылы түсіндіретін боламыз. Және бүгінгі подкасттың қонағы дәл осы сфераның эксперті Еркебұлан Әріпбай. Еркебұлан мырза, сізді бүгінгі подкастта көріп отырғанымызға ерекше қуаныштымыз. Амансыз ба? Мен де қуаныштымын шақырғандарыңызға. Қалай жеттіңіз? Жақсы жеттім, жаңа ұйықтап қалыппын, жолда келе жатқан. Өзіңізді біздің көрермендерге таныстырып өтсеңіз. Менің атым Еркебұлан. Сіздер мені мүмкін баяғы өткен заманда Еркін стади дегеннен араларыңызда көріп қалған кісілер бар шығар. Жалпы 140-ты жақсы көремін, 140 комьюнитиға уже басынан бастап құрылып жатқалы бері естіп келемін, сондықтан қуаныштымын. Мен туралы қысқаша жалпы өзімді қаржылық сауаттылықты насихаттаушы деп таныстырғанды жақсы көремін. Жалпы негізі өзім туралы айтқанды көп ұнатпаймын, но қысқаша сөйтіп айтсақ болады. Мамандығым экономика ғылымдарының магистрі. Түсінікті. Көп рахмет. Енді неліктен қаржы саласы және сіздің осы қаржы саласындағы өзіңіздің миссияңыз бар ма? Өзіңізді қалай позиционировать етесіз осы салада? Так, қаржы саласы енді өмірім дейтін сонымен байланысып кетті ғой. Жалпы бала кезімнен санға жақынмын, ақшаға жақынмын. Біздің үйде мен апам дейтін көп оқиға айтады. Мысалы мен қанша жасымда, 2 жасымда ма, 3 жасымда ма, сол кезде үлкен кісімен ойнап отқанда міндетті түрде сондай ойын еткенмін де, сен алушы боласың, мен сатушы боламын деп. Содан ойлаймын, мүмкін ақшаны жақсы көретін шығармын деп, содан қаржыға келген шығар, менде экономика, қаржы сонымен. Ал жалпы өзімнің үлкен миссиямды әлі тапқан жоқпын, білмеймін. Жасым 30-да, бұйырса 60-ға жеткенде түсінетін шығар миссиямды. Әзірге осы қаржылық сауаттылық, экономика, инвестиция деген дүниелерді көпшілікке тарата берсем деген жоспарым бар. Түсінікті. Ендеше бүгінгі подкасттың ниетін дәл солай туралап алайық. Бүгінгі подкастта біз студенттерге, жалпы жастарға осы инвестиция, қаржы саласы бойынша біраз білімдерімізді, білетін ақпараттарымызды бөлісейік деп, сондай бір күшті керемет мақсат қояйық алдымызға. Енді жаңа ойын деп қалдыңыз, кішкентай кезімде ойнадым деген сияқты. Енді қазіргі таңда осы қаржы саласын әртүрлі түсіндіретін, оңай тілмен түсіндіретін әртүрлі жолдар бар. Соның бірі кэшфлоу ойыны деп жатады. Кейінгілер СНГ елінде қазір ТМД елдері Сайдмұрат Давлатовтың ойынын ойнап жатады. Жалпы сіздің осы ойынға көзқарасыңыз қалай? Жалпы кэшфлоу ойыны шынымен қаржылық сауаттылықты арттыруға көмектесе ме? Көмектесетін шығар. Енді мен оны ойнаймын, бірақ ешқашан одан осы кэшфлоуды ойнап, қазір миымды өзгертіп жіберейін, немесе кэшфлоудан бір инсайт алайын, кэшфлоудан бірдеңе үйренейін деген мақсат болмапты. Ол қарапайым монополия сияқты ойын ғой. Ол әдетте достармен бірге отырып, көңіл көтеруге, өзімізді бір сол виртуал әлемдегі бизнеспен айналысуға, немесе виртуал әлемдегі инвестициямен айналысуға бір жақсы мүмкіндіктердің бірі шығар. Ал енді қалай көмектеседі дегенге мен нақты айта алмаймын. Әдетте айтып жатады, мысалы, компьютерлік ойындар адамдардың миын дамытады, сондай көзқараста. Мүмкін сондай әсерлері бар шығар, бірақ мен енді байқағаным, ол кэшфлоудың
шын өмірден айырмашылығы жер мен көкте әдетте. Базалық принциптарды түсінуге болатын шығар. Әйтпесе ол жерде анандай ғой, мысалы, осы акцияның бағасы қазір $5 болыпты десе, мен точно білемін ғой, ананың бағасы $20 болады. Өмірде ондай болмайды. Өмірде біз білмейміз ондайды. Түсінікті. Енді базалық білімдерді қалыптастыруға болады кэшфлоу арқылы. Базаға болатын шығар, андай әдеттер, ақшаны санау мысалы. Түсінікті. Енді кэшфлоуда бізде акция, одан кейін жаңағы капитал жинау деген сияқты әртүрлі кругтар бар ғой. Енді осы ойынның тарапындағы терминдарды қарапайым сөздермен түсіндіріп берсеңіз, акция Жақсы. дегене, жалпы капитал дегене, инвестиция, оның ішінде облигация бар, соның барлығын түсіндіріп берсеңіз, бір-бірден Сіз бір-бірден сұраңыз, мен соны түсіндіріп отырайын. Жақсы, Мен ендеше. білмеймін. Ендеше бірінші акция мен облигациядан бастайық. Акция, облигация айырмашылығы қандай? Және қайсының рискі жоғары? Сол туралы айтып берсеңіз. Акция деген ол кез келген компанияның кішкентай бір бөлігі, бірақ жай ғана бөлігі емес, ол оның барлық көрсеткіштері бірдей масштабы кішірейген көшірмесі. Яғни Coca-Cola деген компания бар дедік. Бүкіл әлемде Coca-Cola'ның өзінің филиалдары бар, айталықта бутылкамен барлығын сатады, магазинге жібереді, ішінде қаржысы бар, жұмыс істейтін адамдар бар, басқасы бар. Барлығы Coca-Cola'ның үлкен бір экосистемасын құрастырады. Coca-Cola'ның бір акциясын сатып алсам, сол бір акция дейтін барлық Coca-Cola'да не болып жатыр, соның барлығына бір акцияға қатысты кішкентай копиясы. Қарызға кірсе, ана акцияда қарызға кіреді. Пайда тапса, ана акцияда пайда табады. Мысалы, ол компания дамыса, ана акцияда дамиды, бағасы қымбаттайды, дәл сол сияқты. Сондықтан акцияны түсіну, яғни кішкентай бір бөлігін сатып алу. Сондықтан да біздің көпшілік енді акция деген сөзден гөрі акционер деген сөз түсініктірек қой. Яғни акционер деген сол компанияның иелерінің бірі. Акцияны сатып алған кез келген адам, ол акционер. Яғни сол компанияның иесінің бірі. Сондай. Облигация ол да енді акция мен облигация қатар айтылады, бірақ екеуі дейтін мүлде екі түрлі ұғым. Әдетте облигация ат айтып тұр да, obligation, яғни міндеттеме. Мысалы, сіз бір дүкеніңіз бар делік. Дүкеніңіз бар, сол дүкеніңіз қалай жұмыс жасайды? Бір жерден тауарды сатып аласыз, үстіне бағасын қосасыз да сатасыз. Қарайсыз, біраз жұмыс жасағаннан кейін сізде сұраныс көп, бірақ сол сұранысты қанағаттандыратындай тауар сатып алайын десеңіз, ақшаңыз жетпейді. Сосын келесіз да айтасыз, вот Еркебұлан, міне менің бүкіл қаржылық көрсеткіштерім, міне төлеп жатқан салығым, мынау менің компаниям туралы барлығы, маған осынша ақша бер, мен барып сатып алайын, сосын сатамын, сенің ақшаңның үстіне 10%, 20%, білмеймін, 25% қосып берем, ақшаңды бір жылдан кейін қайтарып берем дейміз. Жарайды, екеуміз келісімге келеміз, мен айтам, осының барлығын документке қол қатып жазып алайық. Жазып бересіз, осы жазылған документ облигация. Мен бұл облигацияны Еркебұлан емес басқа кісіге сатып жіберсем, дәл сондай қанша ақша бердім, сол жаққа сатып жіберсем, значит, сіз уже маған емес, ол кісіге қарыз боласыз. Облигация дәл осындай, бірақ бірнеше ерекшеліктер бар. Біріншісі, екеуміздің ортасымыздағы келісімнің бірнеше кемшіліктері бар, иә? Мысалы, рисктің барлығын, тәуекелдің барлығын мен жалғыз өзім мойныма алып отырмын. Яғни ертең сіздің жоспарыңыз орындалмай қалса, онда мен ақшамды жоғалтамын. Әрине, сіз де бизнесті жоғалтасыз, бизнестің бір бөлігінен қалған ақшасының бір бөлігі маған кетеді, себебі мен кредиторыңызбын сіздің. Бірақ мен ақшамды осындай рискқа апарып жатырмын. Үлкен ақшам болса барлығын. Бұл бір. Екіншіден, сіздің мысалы заң тұрғысынан, басқа тұрғысынан мені алдайтын жағдайларыңыз болса, мені ешкім қорғап жатқан жоқ. Бір жапырақ қағаз ғана қорғап жатыр. Осы мәселелердің барлығын шешу үшін сізбен енді біз қалай жұмыс жасаймыз? Сіз тұрасыз да компанияңызда ТО болсын, оны аудиттан өткізесіз, барлық сандарын барша айқын екенін дәлелдейсіз, содан кейін биржаға шығасыз. Биржа деген осы акцияны саудалайтын базар. Биржаға шығасыз, сол биржаның регуляциясынан өтесіз, барлық тексерісінен өтесіз. Өткеннен кейін сіздің облигацияларыңыз шығады. Әдетте мен ғана емес, кез келген адам оны сатып ала алады, ол облигация. Әдетте оның бағасы 1000 теңге болады, номинал құны дейді. 1000 теңге болады. Мен 1000 теңгеге сатып алсам, сіз сол жерде көрсетілген уақытта, айталық бір 2 жыл болсын, 3 жыл болсын, 1000 теңгемді маған қайтарып бересіз. Бірақ үстіне жыл сайын біздің Қазақстанда корпоративті облигациялар әдетте 20-25% кіріс көрсетеді. Сол жыл сайын соны беріп отырасыз маған. Қысқаша осы. Қайсының рискі жоғары? Уақытына байланысты. Қысқа уақытқа алатын болсақ, мысалы 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл деген өте қысқа уақыт. Ол уақытта әрдайым акцияның рискі жоғары, себебі акцияның болашағын болжау қиын. Бағасы көтеріліп кете ме, құлап кете ме, оны болжау қиын.
облигация әдетте тұрақты, бағанағы айтқан әңгімеден да мен білем, сіз қанша ақша маған қайтаратыныңызды алдын ала білем. Бағасын да білем. Бағасы қатты өзгермейді. 1000 теңге номиналмен шығарсаңыз, оның бағасы мысалы 990 немесе 1010 болуы мүмкін, бірақ қатты өзгермейді. Яғни тұрақтылық жағынан облигация қысқа уақытта тұрақтырақ. Ұзақ уақытта әдетте андағандай компания кішкентай ғой сіздікі, ТО, иә. Ұзақ уақытта ол қалай өзін көрсететінін біз білмейміз. Сондықтан корпоративті облигациялардың көрі ұзақ уақытта өзін дәлелдеген акциялар. Әдетте 10 жыл сондай период алатын болсақ, акциялардың рискі төменірек және пайдасы да жоғарырақ. Яғни облигацияны біз әдетте қысқа уақыттық жоспарларымызға қолданамыз, акцияны ұзақ уақыттық жоспарларымызға қолданамыз. Немесе облигацияны айтып тұрғанымыздай пассив кіріс алуға қолданамыз, акцияны капиталды өсіруге қолданамыз. Осындай айырмашылықтар. Түсінікті. Бірақ әрине компаниялар әртүрлі болады. Мысалы, жаман облигация болады, жақсы облигация болады. Сол сияқты жаман акция болады, жақсы акция болады. Түсінікті. Енді түсінгенімше, акция болсын, облигация болсын, оның барлығы біздегі ақшаның, кәдімгі қағаз ақшаның басқа бір агрегаттық күйі сияқты, география тілінде айтсақ. География тілінде айтсаңыз, сондай сұйық, қатты, басқа күйлері. Басқа күйі сияқты. Және ақшаның осы сияқты басқа тағы да қандай күйлері бар? Көп. Соларға тоқталып өтсеңіз. Біз оның барлығын жалпы анандай капитал деген түсінікпен айтамыз. Капитал деген осы біздің дәулетіміз, иә. Біздің дәулетіміздің әртүрлі күйі болады, жаңағындай. Ең сұйық күйі. Ең сұйық күйі ол әдетте әлемде бар ең сұйық күйі ол қағаз ақшалар. Қағаз болғанда, қағаз емес, кез келген валютада ұстау. Доллар мысалы әлемдегі ең сұйық валюта, иә. Себебі долларды мен кез келген уақытта, почти кез келген жерде, кез келген тауарға, кез келген капиталға айналдыра аламын. Иә? Теңге кішкене сұйықтығы азырақ. Мысалы, мен теңгені кез келген жерде ондай жұмыс жасай алмаймын. Бірақ мысалы, әдетте долларда, теңгеде сол белгілі бір, мысалы, Қазақстанның территориясында алсақ, ол өте сұйық. Мысалы, теңгені жоқ, мен қабылдамаймын дейтіндер болмайды. Дұрыс па? Яғни ең ликвидті дейді онда. Ағылшын тілінен как раз liquid деген сұйық дегенді білдіреді. Ең ликвидтісі осы. Капиталдың басқа да түрлері бар, жаңағындай, тоже ликвидный түрлері бар, жаңа акция, облигация. Олар да оңай, мысалы, сату оңай, сатып алу оңай, себебі биржада сондай маркетмейкер деген болады. Бір секундта сатып, бір секундта сатып аламыз. Яғни олар да сұйық күйі. Одан кішкене қаттырақ күйі бар, мысалы, алтынды уже сату үшін кішкене жұмыс жасау керек, жүру керек, бару керек, миққа бару керек, мысалы, банкке бару керек, алу керек, басқа. Сондай, мысалы, ашып қойсақ бағасын дәлдеу керек деген сияқты. Яғни оның сату мерзімі чуть-чуть ұзағырақ. Одан да ұзағырақ түрлері бар. Мысалы, қой, сиыр, иә, оларды оңай сатуға болады, оларда капитал, бірақ оларды ұзағырақ сатамыз. Одан ұзағырақ түрлері, мысалы, жылжымайтын мүлік. Оны капиталды тым 2-3 ай сатуымыз мүмкін, 1 апта сатуымыз мүмкін, оның ликвидтілігі төмен әдетте. Немесе тағы да капиталдың анандай, біз өзіміз бизнес ашамыз, ол бизнес шығында. Бірақ ол шығында болса, ол бизнес сатуға болады, бірақ ұзақ, қиын сату. Ол өте қатты, яғни өте қатты. Сұйық емес, оны еріту қиын. Сондай. Сондықтан капиталдың түрлері көп, барлығын әртүрлі метрика, мысалы, көлік те капитал. Оның әртүрлі метрикамен анықтауға болады, өлшем бірліктерін, мысалы, қаншалықты сұйық, иә? Ол біз терминмен айтқанда қаншалықты ликвидті. Сонысын қарауға болады. Немесе ол қаншалықты бағасы өсетін, немесе бағасы құлайтын. Әдетте, мысалы, көлік алсақ, біз білеміз, оның бағасы құлайды. Мысалы да, сондай. Сондай әртүрлі критериялармен бағалауға болады. Мысалы, қаншалықты оған сатып алу порог дейді, порог входа дейді. Оған кірудің деңгейі қаншалықты оңайырақ. Мысалы, акцияға оңай да 10 теңгемен кіруге болады. Долларға да оңай. Ал пәтерге қиын, мысалы, кемінде 20 миллион керек деген сияқты. Яғни капиталды осындай формада қарастырсақ болады. Бірақ барлығы да сайып келгенде біздің ақшамыз ғой, дәулетіміз. Акция немесе жалпы басқа да капиталдың түрлері ақшаны сол өзінің мөлшерінде сақтап отыруға көмектеседі. Иә, түрлері бар. Кейбір түрлері ақшаны инфляциядан қорғайды, кейбір түрлері инфляциядан қорқады. Кезінде химияны өткендер болушы еді, сондай да хидрофил, деген сондай сияқты, судан қорқады, судан қорқпайтын сияқты. Инфляцияны жақсы көретіндер бар, инфляциядан қорқатындар бар. Мысалы, қарапайым жаңа валюталар, олардың барлығы инфляциядан қорқады. Енді кейбір валюталар бар, қорқпайтын, мысалы. Бірақ басынан барлығы да инфляциядан қорқады. Инфляцияны өзінің досы ретінде қолданып, инфляция арқылы
байитын капиталдың түрлері бар. Мысалы алтын, иә. Алтын ол әрине ол инвестицияның түрі, бірақ ол бір шетінен тауар ғой. Тауар болғандықтан тауардың барлығы инфляцияны жақсы көреді, дұрыс па? Бағасы ақша құнсызданса, значит баға қымбаттайды. Алтын мысалы жақсы көреді. Пәтер инфляцияны жақсы көреді. Инфляция көбірек болса, пәтердің бағасы жақсырақ қымбаттайды. Акциялар, себебі акциялардың көбісі енді тауармен саудаға түседі ғой. Тауарды сатады. Мысалы, Coca-Cola қымбаттаса, значит, Coca-Cola компаниясы да қымбаттайды. Сол сияқты инфляцияны жақсы көретін. Инфляцияны жақсы көрмейтіндер, солар депозит, мысалы. Я инфляциядан чуть жоғары болуы мүмкін, бірақ инфляция неғұрлым жоғары болса, оның табысы соғұрлым азая береді. Облигация табысы азая береді. Осындай жалпы. Демек, депозитке ақша салған кезде, қысқа мерзімде ақшаңды сақтаған кезде көбіне депозитке салу керек. Депозиттен бастауға болады. Иә. Депозиттің түрлері көп. Оны үңіле берсек, депозиттің 3 түрі бар. Оның әртүрлі брендтары бар. Бірақ жалпы депозит қысқа мерзімде ақша жинауға жаман емес инструмент. Қазір, себебі қазір пайыздық мөлшерлеме жоғары бізде. Қайтарымы жоғары депозиттің. Түсінікті. Енді кез келген біздің подкастты көріп отырған көрерменде осындай сұрақ болуы мүмкін. Мен ең алғашқы акциямды алғым келеді, ең алғашқы облигациямды алғым келеді, жалпы ақша жинап бастағым келеді, өзімнің болашағыма капитал құрғым келеді дейтін көрермендеріміз болуы мүмкін. Осы көрермендерімізге кеңес ретінде ең бірінші неден бастау керегін айтып бере аласыз ба? Бәлкім олар өздерінің қаржысына анализ жасау керек пе? Мысалы, ай сайын 100 мың теңге алса, сол 100 мың теңгесінің қанша теңгесін олар акцияға құя алады, немесе қаншасын қалай жинау керек, қалай басқару керек қаржысын, соған байланысты. Әдетте инвестициядан адамды шектейтін дүние ол ең бірінші жай қарапайым қорқыныш. Мен осыны білмеймін, қорқам деп. Түсіну керек, одан қорқатын қатты түгі жоқ. Себебі ол жаңа айтқан сияқты. Ешкім, мысалы, акцияны сатып алғаннан ешкім ешқайда ақшасын лақтырып жіберіп жатқан жоқ. Ақшасын жай ғана бір формадан, капиталдың бір формасынан екінші формасына ауысты. Суды буландырды, ол бу болып аспанға ұшып кетпейді, ол қайтадан дейтін жаңбыр болып түседі. Сол сияқты ақшаны бір формадан екінші формаға ауыстырамыз. Сондықтан мен мынаны қазір акцияны сатып алдым. Көбісі бүйтіп ойлайды да, мен қазір ақшамды салайын, содан кейін шығарып аламын деп. Өмірінде тек қана ақшаның метрикасы бар сияқты ғана. Одан былай кішкене бас тартып айтсақ болады. Мен ақшамның формасын ауыстырдым. Ертең маған ақша қажет болып жатса, оның формасын қайтадан теңгеге ауыстыра аламын. Бірақ ақшаны жинап көбейту үшін оның теңге формасында ұстап тұру ол ең табысы аз шешім. Ақшамызды жоғалтуға ең ыңғайлы шешім ол ақшаны теңгеде ұстап тұру. Үйреніп қалған адамға жүрегіне тыныш болатын шығар, бірақ жүрегіне тыныштығыңыз сіздің иллюзия. Оны ақшаны жеп жатыр. Сондықтан біріншіден қорықпау керек. Максимум болатын дүние сіз салған ақшаны жоғалтасыз. Максимум болатын дүние. И то жоғалтпайсыз. Әдетте барлығын жоғалту мүмкін емес ол жерде, мысалы банкрот болып кетпейді, бүкіл компания банкрот болып кетпейді, сондықтан сондай. Бұл бір. Екіншіден, жақсы анализ жасап үйренуге болады. Анализ өте маңызды, бірақ анализден де маңызды дүниелер бар. Мысалы, ай сайын салып отыру. Тұрақтылық анализден маңыздырақ. Ол мен сіздерге өзімнің инвестор ретінде айтайын. Анализдің маңыздырақ кезі болады. Ол егерде біздің капиталымыз, айталық акциядағы капиталымыз $1 миллион, $2 миллион болса, тұрақтылықтан гөрі анализ маңыздырақ болады. Бірақ пока ай сайын 10 мың, 20 мың, 30 мың, 40 мың теңге, 100 мың теңге салып отқанда, анализден гөрі тұрақтылық маңыздырақ. Сондықтан қай акцияны алайын, мұнан мен дейді, маған бір акцияны айтып берші, мен соған ақшаны салайын да байын, отырайын. Ондай дүниелердің барлығы ол маңызды емес. Ондай дүниелердің барлығы жай ғана ағылшынша жақсы сөз бар, distraction деп аталады. Біздің назарымызды басқа жаққа аударатын дүние. Бір жақсы акция талып алып, ай сайын сала берсе болады. Жаңа кісі айтып жатыр ғой, мен мысалы ETF-тарды алып жатырмын деп та, ай сайын соған сала беруге болады, болды, содан бастау болады. Неден бастау керек десек, осының барлығын түсініп алғаннан кейін енді неден бастау керек десек, бірінші жол. Кез келген табыстың 10% ол менікі емес, ертеңге Еркебұландікі. Кез келген табыстың 10% ертеңге Еркебұландікі. Ертең тапсақ, ертең мен оянамын ғой, деймін да, бүгін табатын ақшам қайтадан ертең Еркебұландікі. Күнде ертең Еркебұландікі. Айтасыздар, Еркебұлан, сонда не? Ертең дей берсе, қашан біз бүгін өмір сүреміз деп? Ничего страшного, 90% бүгінге кетіп жатыр ғой, өлмейсіздер. Баланс болу керек, ертең мен бүгіннің ортасында, сондықтан ертеңге Еркебұланға 10% жинау керек. Оны қашан жұмсаймыз ол ақшаны? Желательно ешқашан. Мен әдетте ол ақшаларымды 10% жинаймын. Мен қалай жинаймын?
бұйырса шөбереме беремін. Шөберем соның жемісін жейсін да. Себебі мен өзім жалғыз өзім жағдайымды ғана ойламаймын ғой. Мен Еркебұланның династиясы бай болған қалаймын. Шөберем жесін ол ақшаны. Бірақ сол ақшаның мен жемісін өзім де көремін. Себебі ертең менің арқамда мынандай ақша тұрса, жиналған $10,000 тұрса, айталық та, мен университетті бітіріп жатырмын, $5,000 бар. Жұмысқа тұрамын да, мен анандай жұмысқа тұрмаймын да, паникамен қандай жұмыс болсын әйтеуір жұлып қалу керек, тұрып қалайын, ақшасы ондай ойламаймын. Мен өзіме ыңғайлы жұмысты ойлаймын. Ыңғайлы, жақсы көретін жұмыс болса, мен оған беріліп істеймін да, оған жақсырақ нәтиже көрсете аламын. Жақсырақ нәтиже көрсетіп жатып, менің мына артымда ақша болса, мен бастығыма айтамын, маған ақшасы көбірек жұмыс берші, немесе маған зарплатамды көбейтші, мен істеп жатырмын ғой деп. Сенімдірек боламын оны айтуға. Егер де менің бастығым кішкене басы мынандай айналған біреу болып, жұмыстан шығарып жіберсе, сондай сөзім үшін рахат болады. Ондай бастықтан құтыламын біріншіден. Екіншіден өлмеймін, ақшам бар да. Яғни маған көбірек ақша табуға сол жаңағы 10% ешқашан жұмсамайтын 10%-дің өзі көмектеседі. Керемет. Сосын кәсіпті ашасыздар, әртүрлі оның плюстары көп жалпы. Екіншісі, сол 10% белгілі бір деңгейге жеткен кезде оны тек қана ақшаның бір формасында ұстамаймыз. Ол 10%-ды басында доллар күйінде ұстаймыз, әдетте ең ыңғайлы жол. Себебі инфляциясы аз да. Доллар күйінде ұстаймыз, белгілі бір 4-5 айға жететін ақша жиналған кезде қалғанын ары қарай акция күйінде, облигация күйінде ұстаса болады. Алғашқы акцияны сатып алу оңай. Кез келген бәріңізде Халық банктың приложениесі бар, Банк Центр кредиттің приложениесі бар, қазір Freedom Super App бәрінде бар. Тіпті Форты да қосайын деп жатыр. Табыс қолданатындар бар, Табыс Про деген, Пайдакс деген брокер бар. Кез келген брокерға кіресіздер, шоттарыңызды ашасыздар да, 10.000 теңгеге алғашқы акцияларыңызды сатып алып көресіздер. Халық банк алып көрсеңіздер де болады. Маған ұнамайды, мысалы Форты банк, Эйр Астана дегендер, алып көре беріңіздер. Одан прям 10.000 теңгеден жоғалтып алатын 2.000 теңгеңіз. Енді жоғалтып алған жағдайда ол қатты трагедия емес, бірақ сіздердің қолдарыңыз уже акцияны сатып алуды үйренеді. Ары қарай уже үңіле бергеннен кейін анализдің не екенін, кіріс, шығын, қарыз деген дүниелерді үйрене бересіздер да. ETF, облигация деген, бірақ бір басты сұғып көру керек, сол кезде ғана үйренеміз. Демек, бір қарап көресің, бір бастап көресің, алып көресің, одан кейін ары қарай өзің үйреніп, сол саланың бір қасқыры майталманы болып кетесің. Тіпті қасқыр майталман болудың қажет жоқ. Жай ғана өзіміздің жұмысымызды істейміз, оны бір айына бір рет қарасақ жеткілікті ғой. Түсінікті. Ал енді мәселен біздің студенттер шамамен 50.000, 60.000 теңге аралығында стипендия алады. Қалай ойлайсыз, студенттерге өз ақшасын жинап бастау керек пе дәл қазіргі кезеңде? Әлде олар жұмыс жасап бастағаннан кейін оларға қосымша бір ақша келген кезде, қосымша бір пайда келген кезде, сол кезде бастау керек пе олар? Қазір студент болу, ақша табу қатты қиын емес, Қазір студенттердің барлығы стипендиясынан бөлек ақша табады. Сізде таңдау болады енді. Оқуға фокус қоям десеңіз, онда стипендияға өмір сүресіз. Обычно оқуға фокус қойсаңыз, басқа ақшаны жұмсауға да көп уақыт болмайды негізі. Ал оқумен қатар жұмысты үйренем десеңіз, онда стипендиядан қосымша ақша табыс болады әрдайым. Енді қазір жинап бастау керек па, әлде сабаққа көңіл бөлу керек па? Ол енді әркімнің өзінің таңдауы. Бірақ ақша жинау әдетін үйрену, ол сенің қанша ақша жинағаныңнан маңыздырақ. Сондықтан 45.000 түсе ма, 60.000 түсе ма, бәрібір ғой, соның 5.000 теңгесін, 6.000 теңгесін жай ғана мен бұдан көп ақша тауып алайын емес, жинау әдетін үйреніп алайыншы деп жинау мен ойымша супер маңызды. Себебі студент кезде біз үйренетін әдеттер ол өмір бақи бізбен бірге қалады да. Ал жинау әдетін үйреніп алсақ, кейін көп ақша тапқан кезде көбірек жинау. Одан кейін сол жинап жүрген кезде жиналған ақшаны жай жатқызбай көбейтуді үйрене бастасақ студент кезде, кейін жұмыс істеп көбірек ақша түскен кезде жинап көбейту уже біз білетін әдет та, бірақ просто көбірек ақшамен жасай береміз. Сондықтан әрине неғұрлым ертерек инвестицияны, ақшаны жинауды, көбейтуді, қаржылық сауаттылықты бастасаңыздар, соғұрлым жақсырақ. Анандай өмірімде көрмеппін. Кезінде мен ақша жинауды үйреніп алып едім, инвестицияны үйреніп алып едім, қатты өкінем соны үйреніп алғаныма деген адамды көрмеппін мен өмірімде. Ешқашан анандай адам болмайды, қаржылық сауатты болғаным қандай нашар деп ешкім айтпайды ешқашан. Жақсы всегда. Үйреніп алыңыздар. Осы жерден қиып интроға салып жіберу керек қой. Енді осындай сұрақ болып тұр. Адамның подушка безопасности оған не нәрсе үшін жұмыс жасау керек? Жалпы оны қалай сақтау керек?
Жаңа мен соны айтып өттім, жаңа 10% деген сол ғой. Жинайсыз, ең басында доллармен жинай берген жақсы. Ол не үшін қызмет ету керек? Әдетте сізге жай ғана сенімділік берсе жеткілікті. Себебі менің түсінгенім бойынша сенімді адам мен сенімсіз адам екеуінің табысы екі түрлі болады. Өзіне сенімді, өзінің өнеріне сенімді адам өзін жақсырақ сатады. Біздің әлемде өзіңді сату ол өте маңызды өнер. Өзін кім жақсырақ сатады, сол көбірек ақша табады. Ал жақсырақ сату үшін жаңағындай өзіңе сенім маңызды. Өзіңе сенім болу үшін біріншіден, либо сен өте білімді, өте өнерлі, басқадан асқан болуың керек. Ондай тапшылық етіп жатса, оны хеджирование дейді, яғни тәуекелді ескерген ақшамен компенсация жасаса болады. Яғни мен келем, бірдеңе болып қалса ақшам бар ғой, сондықтан айтайын, сондықтан үйренейін, сондықтан сұрайын, сондықтан сатайын өзімді. Яғни осы дүниелер өзімізге сенімділікті сол ақша кішкене береді. Демек біз өзіміздің ай сайын табатын табысымызбен емес, біздің өзіміздің сақтаған ақшамызбен баймыз, және сақтаған ақшамызбен біз өзімізге сенімдірек боламыз. Иә. Енді табыс деген ол анандай ғой, cash flow деп айтамыз. Ол да маңызды. Табыстың неғұрлым арта бергені маңызды. Бірақ табысы көп компания, мысалы бизнестарды қарайтын болсақ, табысы көп компанияның барлығы бай компания емес. Анандай ғой, бір анекдоттар болушы еді ғой, оборотым өте үлкен, бірақ таза пайдам жоқ деген. Табысы көп деген сол обороты көп адам. Бірақ өзінде ақшасы қалмаса, оның таза пайдасы жоқ та, ол просто тапты кетті жеп тастап жатыр. Табысты үлкейту маңызды, әрдайым үлкейтіп отыруымыз керек. Жаңағындай да жиналған ақшамен, оның инвестиция жасап, оның үстінен түсетін ақшамен барлығымен үлкейтіп отыруымыз керек. Ол ақшаның ағындары ғой бізге, ағынды үлкейте беруіміз керек. Бірақ сол ағын үлкейгенімен, сол ағынның жиналған ақшасын тағы да сол ағынды ағызатын источниктар ғой, бұлақтың көзіне айналдыра беруіміз керек. Яғни жиған терген ақшамыз, көбейетін ақшамыз да табысымызға қарай көбею керек. Анандай болмайды, ол заңсыз деп ойлаймын, заңсыз емес, енді қатешка. Табысы көп, бірақ жинаған түгі жоқ. Табысы көп, бірақ қарыз сұрайды. Кеше ғана бір кісі айтып жатыр, айына ойнап жүріп 5-6 миллион табам, бірақ қайда кететінін білмеймін дейді. Себебі білмей қалу оңай. Ал білудің жалғыз жолы ол ақшаны жинап көбейтуді үйрену. Және сонымен қатар білудің тағы да бір жолы өзіңнің әр ақшаңның есебін жазу сияқты, иә? Ол да иә. Кейбір кісілерге ыңғайлы сөйтіп есеп жазу, кейбір кісілерге ыңғайсыз. Сіз өзіңіз жалпы есептейсіз ба негізі? Мен есептемеймін. Мен бірақ жоспарлаймын. Айырмашылық бар. Мысалы, айдың басында, әдетте аптаға жоспарлаймын, бірақ айға емес. Аптаның басында белгілі бір сумма бар. Осы сумма, мысалы, мына бөлігі мына жерге кетеді, мына бөлігі мына жерге кетеді, мына бөлігі мына жерге кетеді. Мына бөлігі менің жоспарымнан тыс шығындарға кетеді. Дәл солай бөлем. Әдетте ақшамды мен наличкада ұстамаймын, карталарда ұстаймын. Содан кейін айдың соңында сол карталардың выпискасын шығарып, қорытынды жасау маған оңайырақ та. Выпискасын өзім былай қолмен санаймын, оған уақыт бөлемін әдетте, бірақ күнде жазбаймын. Күнде мен енді банктер бар ғой, солардың выпискасын қараймын да. Айдың соңында өзім егерде тым көп документ санау қиын болса, қазір рахат қой, ChatGPT-ға жібере саласың, ChatGPT-ға промпттарын жақсы жазсаң, мына жерде мынандай бөліктерге бөл, мына жерде мынандай бөліктерге бөл, маған айқын картинаны көрсетеді. Сондықтан мен әдетте өз өмірімде микроменеджмент деп атайды. Микроменеджменттан көрі мен стратегиялық жоспарлауды жақсы көремін. Сондықтан алдын ала жоспарды қараймын, айдың соңында не болғанын қараймын, жоспарымнан қандай айырмашылық болғанын қараймын да, келесі айдағы жоспарыма түзетулер жасаймын, сосын күнделікті әрекетіме түзетулер жасаймын. Оңай. Түсінікті. Енді промпт деп қалдыңыз. Осы промптты алып біз өзіміздің осы подкасттың описаниясына қойып қойсақ қалай болады екен? Студенттер алып, көріп, соны копировать ставить етіп, өздеріне пайдаланса. Бола береді, бірақ ол дейтін анандай әр адамның жеке дүниесі, оны прям қатты ақыл кері жоқ. Құрметті ChatGPT. Онда айтып берсеңіз. Құрметті ChatGPT, сен 10-15 жылдық тәжірибесі бар қаржылық сауаттылықты өзің қолданатын және үйрететін мамансың. Сенің алдыңнан ақшасына консультация сұраған, ақшасына консультация алған кемінде 1000 адам өтті. Сен әртүрлі адамның тәжірибесін білесің. Соған орай сен ақшаны жоспарлау, бюджет құрастыру, шығындарды есептеу және документті көріп, таблицаға анализ жасауды білесің. Анализ деген сен үшін ол
белгілі бір заңдылықтарды табу және рекомендациялар беру, шығынды қысқарту немесе табысты көбейту сияқты. Осы рекомендацияға орай мен қазір саған документ жіберіп тұрмын. Соларға толық анализ жасап, маған заңдылықтарды анықтап, қай жерде шығыным тым көп, қай жерде аз, соны анықтап берші. Осындай текст жазам, документ жіберемін, болды. Бәрін өзі дайындап береді Иә. ChatGPT. Мен андай бірақ промпт инженер емеспін, мен оны өзім үшін жасаймын, сіздерге пайдалы болса қолданыңыздар. Иә, мен ойымша бұл студенттерге өте пайдалы болады. Себебі біздің айтып жатқан әрбір ақпарат кейбір адамға мүлдем жаңалық сияқты болып естілуі мүмкін. Мысалы, біз қарапайым өмірде осы нәрселер, ой, бұл қарапайым зат қой деп ойлауымыз мүмкін, себебі ол біздің өміріміздің бөлігіне айналып кеткен болуы мүмкін да. Бірақ көп подкастты көріп отырған адамдар үшін жаңалық болуы да мүмкін. Қолданыңыздар. ChatGPT мысалы менің досым. Бірақ бірден айтайын, мен жасанды интеллект қазір тым қарапайым адам үшін андай операционный деп ойлаймын, себебі анандай болады, жасанды интеллектқа қарап, рилстың сценарийін жасап алдым, осыған қарап вообще өтірік дүниелер ғой, ананы дейтін кез келген ешқандай контексті жоқ, любой адам жаза алатын сценарийлар ғой, сол сияқты олар да мынандай точечно дейді, керек тапсырманы, бір кішкентай тапсырманы орындауға ғана қолдансақ, жасанды интеллектті жақсы қолдануға болады. Мысалы, жаңағыдай үлкен таблицаны жеке отырып қарап отқанша, ChatGPT-ға айтсаң, ол өзі тауып береді. Немесе жаңағыдай да, мысалы, үлкен таблица болады, мен кейде айтам, мына жерден Каспий деген сөз кездесетін, немесе осындай да, Каспий деген сөз кездесетін барлық шығындарымды анықтап берші. Немесе мына жерде жаңағыдай перевод кездесетін барлық дүниелердің ішінен, короче, айталық 100 мыңнан жоғары переводтардың бәрін тауып берші деймін. Сондай точный тапсырмаларды берсек өте жақсы. Бірақ үлкен өмірлік шешім қабылдауға өздеріңіз қабылдаңыздар шешімдерді. Оны жасанды интеллект емес. Енді осы подкастта айтып отырғандай, қарапайым, мүлдем инвестиция, қаржы тақырыбын білмейтін адамдар да қарауы мүмкін. Сол себепті менде өзімде осындай сұрақ туындап отыр. Сіз қазіргі таңда қандай банк карточкаларын қолданасыз және неліктен сол банк карточкаларын қолдануға күнделікті өмірде кеңес бересіз? Себебі кейбір банк карточкалары мысалы процент береді, бонус береді деген сияқты жүйе бар. Біліп отырған шығарсыз, қай банк туралы айтып отырғанымда. Сондай сұрақ болып отыр менде. Мәселен, кейбір банктар кәдімгідей күшті кэшбэктер береді. Қайрат Нұртас қысап, банк картасымен төлеу. Жалпы көп менде карталар, негізі картаның көп болғаны дұрыс емес та, өзіңіз ыңғайлы таңдағаныңыз дұрыс, бірақ енді мен әртүрлі тапсырмаға әртүрлі карталар қолданамын. Мысалы, банк центр кредитті жиі қолданамын, себебі ол жерде қалай аталатын еді олардікі, BCC плюс деп атала ма, оның ай сайынғы подпискасы бар, ай сайын ақша төлейсің оған, соған байланысты мысалы повышенный кэшбэк дегендер болады кейбір салаларда. Одан бөлек мысалы кейбір карталарды тегін ашуға болады, жаңағы лаунжқа кіретін басқа дүние деген сияқты. Сондай, жаңағы BCC дейтін қаржылық сауатты болам деген адамға жақсы банк, себебі ол жерде мысалы менің мақсатым деген депозит бар, керемет депозит, басқа банктардан ондайды көрген жоқпын. Менің мақсатым деген депозит қандай? Мысалы мен картам бар, картама мен сол депозитке тапсырма беріп қоямын. Картама ақша түсе ма, өзіміз таңдаймыз, 5, 10 немесе 15%-ын суырып ал да сол депозитке салып қой деймін. Өзі автоматически түскен ақшаның барлығын 10%-ын суырып алады да салып қояды. Сосын мен айтамын оған, мен қазір ақша төлеймін, кез келген төлеген ақшамды картамен 10%-ын суырып ал да сол депозитке салып қой деймін. Өзі жасап қояды. Кешке қарай ақшам мысалы болады ғой, қалады ақшам. Сол қалған ақшамды 3.0 бар, 3.0-ге дейін жуықтада, 1000-ға дейін жуықтада, қалған бір 596 теңге қалады ма, соның бәрін депозитке салып қой деймін. Солай салып қояды. Аптасына бір рет ақша алып ал деймін, 15.000 теңге сондай. Алып алады да депозитке салып қояды. Мен одан ақшаны шығарып алайын десем, ана депозиттен проценті күйіп кетеді. Шығарғым келмейді. Не үшін керек ол маған? Қысқа уақыттық жоспар орындауға. Мысалы мен өткенде Дубайда тұрам деген жоспар қойған былтыр. Соған ақшаны сол банк центр кредиттің менің мақсатым деген, или менің арманым ғой, ұмытып қалдым. Арман мен мақсат мен үшін моя цель ма? Екеуі мен үшін бір зат. Дубайға сондай қойдым, сөйтіп сол арқылы ақша жиналған моментте біз Дубайға көшіп кеттік, 2 ай тұрып келдік. Сондай өте жақсы депозитқа осыны қолданамын. Әрине, банк центр кредиттің ішінде жаңа FX exchange мен долларды арзан сатып алуға болады, драгметалл мен алтын, күмістік шоттар ашуға болады, сондай плюшкалар бар. Осы фридомды күнделікті төлемдерімнің барлығына емес, көп бөлігіне фридомды қолданамын. Себебі кэшбэк қанша? 4%-тен 7%-ке дейін бе? Әртүрлі ғой енді деңгейге байланысты. Кэшбэктар өте жақсы, басқа банктерде ондай кэшбэк жоқ. Және ол кэшбэктарымыз бізге жаңағыдай нота түрінде түседі да, почти акция түрінде түседі. Мен ол түскен кэшбэктардың еш жерде жұмсап көрмедім.
бір белгілі бір деңгейге жиналса, мен оны Freedom брокерыма жіберемін де акция сатып аламын. Freedom акциясы менде жоқ, басқа акциялар сатып аламын. Freedomды қолданамын. Каспиді қолданамын. Әдетте төлемдерге Каспи жиі қолданбаймын, себебі бонусы жоқ қой. Бірақ менің бизнесім дейтін Каспи пайда болғандықтан оны жиі қолданамын, тура келеді қолдануға. Сосын жаңағындай әртүрлі дивидендтар бар, басқалар бар, соған дейтін Каспиді қолданамын. Халық банкты промежуточный банк ретінде ғана, халық банкты промежуточный банк ретінде ғана қолданам, жиі емес. Алтын банкты қолданам, кстати, алтын банктың картасы. Естімеппін ол банк туралы. Алтын банк деген бар. Әдетте ипотека алатындар біледі оны, бірақ мен ипотека үшін емес. Алтын банкта халықаралық Swift аударымдар оңайырақ. Жаңа BCC-да бар Swift аударым, халықта бар, алтын банкта бар халықаралық аударымдар. Не үшін керек? Себебі менде дейтін Қазақстанның территориясынан тыс брокерлік счет бар. Енді ол Қазақстанның брокері, просто счетты сол жерден ашады. Сол жерге ақшаны брокерлік счетқа салу қиын. Бірақ алтын банкпен салу оңай. Бірақ ол жердің де ол брокердің артықшылықтары бар. Мысалы $1,000,000-ға, менде $1,000,000 жоқ осы счетта, бірақ $1,000,000-ға дейін сақтандырылады да депозиттерінде. Мысалы брокерлік счетын $500,000-ға дейін сақтандырылады деген сияқты сондай. Соған жіберемін, $29 комиссиясын ұстайды, солай қолданамын. По сути, Fortnite-та қолданамын, себебі Fortnite кэшбэктары жақсы. Кэшбэктары жақсы өзі. Сосын Қазақстанда мен өзім жиі қолданмаймын, бірақ менде бар. Қазақстанда кэшбэк жағынан сосын Home кредит бар ғой, ХКБ дейді. Соның кэшбэктары тоже күшті. Бірақ оны қолданбаймын. Түсінікті, көп рахмет. Енді біз қазіргі ұрпақ, біз зумер ұрпақпыз. Және біздің ойымызда үнемі андай нәрсе болады. Атып кететін бизнес жасаймын, күшті бір дүние ойлап табамын. Мен ойымша сол зумерлардың ойында көбірек болатын сияқты. Енді сондай ойдан қалай құтылуға болады? Мысалы, ертеңді бүгін ойламасаң, сен ертең дымсыз қаласың, немесе ертең артыңда дымың болмайды деген нәрсені қалай түсіндіруге болады? Ол енді анандай, мен ойымша, мен қазір түсініп жатырмын ғой. Мен жас кезімде, әлі жаспын деп ойлаймын, шашым ағына қарамастан де. Бірақ мен бір 10 жыл бұрын студент кезімде, бакалавр оқып жүрген кезде мен ойлайтым. Ішімде энергиям соншалықты көп. Өзім үшін Назарбаев университетте оқимын, математикадан олимпиадник болдым. Мен ойлайтым, мен сондай ақылдымын, қазір әлемді төңкеріп тастай аламын деп. Мен Архимед құсап, маған дейтін анау тірелетін точка опоры дейді, соны бер, содан кейін әлем төңкеріп жіберемін дейді ғой, рычаг туралы. Сол сияқты ойлайтын. Сосын енді ойлайтым да, содан кейін бүйтіп өсе келе түсіндім, мен ғана ақылды емес екенмін сөйтсем. Ақылдылар көп. Қазақстанда ақылды адам деген, білімді адам деген Құдай самасын жетеді. Білімнен бөлек энергиясы толып тұрған, әдемі сөйлейтін, спортпен керемет адамдар Қазақстанда көп. Олармен конкуренция жасау қиын, сондай қиын. Мен ойлаймын да, аналар төңкере алмай жатқанда мен не үшін төңкеріп жіберем керек деп. Бір шетінен сөйтіп скептицизм келді. Скептика келді дейікші. Скептика келді. Тілім келмей жатыр ғой. Сөйтіп ойладым. Бірақ бір шетінен өзіме де сенім қалды. Әртүрлі кішкентай жеңістерден. Сөйтіп қазір мысалы мынандай баланстамын. Мен жасап жатқан дүнием бүкіл әлемге танымал болуы мүмкін бір күні. Болмай қалуы да мүмкін. Сол болмай қалатын жағдайға дайындалып қойсам жаман емес. Бірақ ол фокусым ода емес. Фокусым дайындықта емес. Фокусым сондай бір үлкен адам болуда. Үлкен дүние жасауда. Бірақ сол фокусымнан бөлек басқа әрекеттерім ішінде болмай қалсам деп бір дайындап қоятын дүниелер бар. Сол сияқты сіздерге де болады. Керемет бизнес жасап атып кетсе керемет. Бірақ болмай қалсаш дейтін жағдайға ақырындап дайындала беруге болады. Оған дайындалудың жақсы жолы кез келген табыстың 10%-ын жинау. Жақсы жолы. Бірақ анандай ой бәрімізде болады. Бір күні менде бірдеңе болады, білмеймін не болатын. Бір компанияның бастығы болып кетем ба, топ менеджер болып кетем ба, әлде бір бизнес ашып кетем ба, атақты болып кетем ба. Сол кезде ақшам көп болады, сол кезде бүйтіп жүрем деген. Ондай ой бәрінде болады. Жас кезде, 20 жаста, тем более 18 жаста біз уже бүкіл әлемге қарсы боламыз әдетте, Мен сондай глубокий адаммын, сондай көп кітап оқығанмын.
сендер қайдан білесіңдер оны, бәрінде болады ондай ой, менде де болған. Кешіріңдер ондай ой үшін, менің жанымда жүрген үлкендер. Бірақ давайте ес жиайық. Жемай қойсаңыздар да болатын шығар, өмір өзі жиғызып алады. Иә, өмірдің өзі сабақ береді ғой әр адамға. Үйретіп алады өмірдің өзі. Түсінікті. Енді біз осы бизнес туралы күшті үлкен нәрсе ашып кетемін деген сияқты жастардың ой туралы айттық қой. Енді соның ішінде ашып, бірақ қарызға кіріп кеткендер де болады. Енді көп бизнес... Почти бәрі сөйтеді ғой. Иә, көбінде бизнес аштым, бірақ қарызға кірдім деген тақырып өте жиі қозғалады ғой. Енді осы орайда қарыз туралы тақырыпты бір қозғап өтсек, қарыздан өзіңді қалай сақтап қалуға болады? Ал егер қарызда болсаң, қарыздан қалай құтылуға болады? Үлкен жауап болса, білмеймін. Жауабы білмеймін. Бірақ белгілі бір жұмыс жасайтын кейбір рекомендациялар болуы мүмкін. Қандай? ЕГОВқа кіресіздер да деп сөйтіп сондай инструменттен бастасамшы. ЕГОВқа кірсеңіздер, сол жерде өзіңіздің атыңыздан кредит алуға 6 ай бойы тыйым салатын сондай құрал бар, иә? Ол әрине бізді жаңағы алаяқтардан қорғауға арналған, сонымен қатар өзімізден де қорғауға болады. Сол кезде бізге рассрочка, басқа кредиттар микро бермейді. Яғни кредиттан өзіміз солай қорғаймыз. Бір рет сөйтіп жасап қойыңыз. Жалпы негізі кредит алу керек. Кредит алу кез келген адамға керек деп ойлаймын. Кредит жақсы деп ойлаймын, бірақ жас кезде емес. Мысалы, 30-ға толғанша кредит дегенді ұмыту керек деп ойлаймын. Жарайды, 25-ке толғанша ұмыту керек. 25-ке толғанша ұмыта тұрайық та кредит. Сондықтан жаңа кредитқа 6 ай сайын обновлять етіп тұрыңыздар, тыйым салады. Екіншіден, мынандай, мен өзім қарызда болғам, 1 миллион шақты кезінде қарызда болғам, содан құтылдым. Құтылған моменттен бастап 2018-ден бері бірде-бір адамнан 1 теңге қарыз алып көрмедім. Өте керемет. Жетістік деп ойлаймын бұл. Қазіргі заманда жетістік болатын заман болып кетті, негізі ондай адамдар көп болу керек. Бірақ ол жерде мен өзіме қандай уәде бердім? Мен ойладым, мен енді бай еркебұлан, 30 жастағы еркебұлан, мен сол кезде мен ойымша 30 жастағы еркебұлан бай болу керек еді. Қазір 30-дамын ғой. Сол еркебұлан ойладым, ол ешкімнен ешқашан қарыз алмайтын адам. Ол қарыз, возможно, беретін адам, желательно бермейді ешкімге. Ол бай адам біреуден қарыз алмайтын шығар деп ойладым да енді сол кезде. Содан кейін ойладым, неге мен қазір сол принциппен өмір сүре бермеске? Неге мен қазір өзімнің еркебұланның жақсы версиясы болып өмір сүрмеске? Ал еркебұланның жақсы версиясы қарыз алмайды. Демек, мен де қарыз алмаймын. Мен сол еркебұланмын ғой. Мен қарыз алмайтын адаммын. Кез келген ситуацияда қарыз алғым келіп бара жатса да, мен айтам, мен қарыз алмайтын адаммын. Неге қарыз алмаймын? Себебі менің көз алдымдағы красавчик еркебұлан қарыз алмайды. Мен сондай адам болғым келеді. Әрине, өзімді аттап, кейде өмірден қиналып кетіп қарызға сұрап қою мүмкін, бірақ өзім үшін уәде бердім. Мен олай сұрасам, мен ол сөзді айтқан дұрыс емес, бірақ әлсіз адаммын деп айтайықшы, слабакпын деп айтайық. Мен ондай адам болғым келген жоқ. Сол моменттен бастап қиындық көп болды, енді шыны керек, көп болды. Бірақ бірде-бір рет қарыз сұраған емеспін ешкімнен. Жай ғана мен қарыз алмайтын адам. Бұл қарыз алмай тұрып сіздерге айтатынымыз. Қарыз алып алсаңыздар не істейміз? Қарыз алып алсаңыздар айлықтың 80%-ына өмір сүрсек. Негізі былай зерттеулер бар, 87%-на дейін өміріміздің сапасын түспей өмір сүрсек болады екен. Әдетте сіздің қарызыңыз көп болса, көп қарыздар былай. Оның айлығымен салыстырғанда тым қатты көп болмайды. Мысалы, мен білемін кейбір кісілер жаңа 400 миллион қарызы бар, 130 миллион қарызы бар. Но олардың тауып жатқан, айналдырып жатқан ақшасы да сол төлей алатындай қарызда. Мысалы айталық, әдетте студенттерде көп қарыз болмайды, болса да 1 миллион болатын шығар максимум, 500 мың, 300 мың болатын шығар. Оны жабуға болады. Бүкіл фокусты қарыз жабуға қойсаңыздар, мысалы айлықтың 80%-на өмір сүріңіздер, 10%-ын долларға ауыстыра беріңіздер, 10%-ын қарызға беріп тұрыңыздар ай сайын. Келісіңіздер сөйтіп. Өйтіп келіспесе, онда 20%-ын қарызға беріңіздер. Бірақ әдетте мысалы қарызбен проблемасы болмайтын адамдар, төлеп тастайтын адамдар бір рет төлеп тастайды, содан кейін осы бағана мен кеңесіме келсе болады. Әдетте қарыздан қиналатындар төлей алмай жүрген адамдар ғой. Ал төлей алмай жүрген адамдарға айналадағылар сенбейді көбіне. Сенбейді и күдерін үзіп тастайды да, мынау қайтармайды, мынау маған қарыз деп. Ол сенімді қайтару үшін барып четкий план айту керек. Міне мен саған шынымды айтайын, қайтара алмай жатырмын. Бірақ былай бөліп төлесем, мен саған қайтара аламын. Оған сату керек сол идеяны.
қазір бір жағдайда иә мен саған жексұрын болып кетіп сен анаған звондап мынаған звондап екеуміз вообще қарызды қайтара алмай сөйтіп қалуымыз мүмкін. Екінші жағдай, мен саған точно қайтарамын, сен ақшаңды точно қайтады, надо будет үстіне ақшасын қосып берейін, пайызын қосып берейін, бірақ маған осындай саған жеңіл қайтаруға мүмкіндік бер, сұрау керек. Сұрағаннан біздің мұрнымызды ешкім кесіп алмайды, құлағымыз үзіліп қалмайды. Болмай бара жатса, жоқ деп айтса, енді бір екі адамнан қарыз алдық, оның екеуі жоқ деп біреуі я десе, уже өмір жеңілірек қой. Қорықпау керек. Енді мен қарыздағы бірнеше адамды көрдім. Ол адамдар өте қатты еңсесі түсіп кеткен, мен қарыздамын деген сияқты состояниені ұстап алады. Және өзін көп нәрседен шектейді. Мысалы, жоқ мен ол жаққа бармаймын, себебі мен қарыздамын, маған қарыз, мен жұмысқа барамын, менде қарыз деген сияқты бір позицияны ұстап алуы мүмкін. Енді осындай позицияны ұстау қаншалықты дұрыс, ол керісінше эмоциональное выгоранияға алып бармай ма? Оны білмеймін енді. Оны сол психологтардан сұрағанымыз дұрыс шығар. Мен білмеймін. Бірақ менің білуімше әдетте анандай бір инстаграмдағы енді қалай айтады? Жоғарғы мынандай сөз бар еді, жоғарғы тербелісте өмір сүр деген бар ғой, на высоких частотах дейді. Жоғарғы тербеліс болғаннан гөрі былай көңіл күйді жақсы ұстау, өмірге позитивно қарау және мынандай жақсы энергиямен жүру әдетте жақсы ақша табуға көмектеседі. Сондай бір, ол не үшін ондай, басқа оны психологтардан сұрап аласыздар, мен білмеймін не үшін ондай екен. Бірақ мен түсінгенім, бақытты адамның басқа адамға өзінің қызметін болсын, басқа дүниені сату оңай. Неге? Себебі сіз маған бірдеңені сатып жатсаңыз, мен қалай ойлаймын? Мына кісіге сенуге бола ма, сенуге болмай ма деп ойлаймын да. Бұл бір. Екіншіден, мысалы мен күнделікті инстаграмнан көріп бірдеңе сатып алсаңыздар, ойлаймыз, мен мына адам сияқты болғым келе ме, болғым келмей ме? Именно осы моментін үйренгім келе ме, үйренгім келмей ме? Именно осы қызметін алғым келе ме, алғым келмей ме? Бақытсыз, еңсесі түсіп жүрген анау, мен не то что одан бірдеңе сатып, мен онымен араласқым келмейді. Иә? Сондықтан өзімізді жақсы осындай вайпта ұстап жүрсек, онда бізге көбірек ақша табу оңайырақ болатынын точно білемін. Ал енді қарызыңыз болып еңсеңіз түсіп кетіп жатса, қалай көтерілу керек? Білмеймін. Наверное, жұмыс істеу керек шығар. Өзіңізді қолға алу керек шығар. Мен қыз балаларға ештеңе айта алмаймын, мен ер баламын. Ер бала болсаң, конкретно өзіңді, енді біздің қазақ қоғамы дейтін ана ер баланы әдетте мен ондай емеспін, бірден айтайын, мен консервативный емеспін. Мен феминистаумын негізі, жаңағыдай ұлды бірақ біздің бәріміз анандаймен өскенбіз. Жігіт жыламау керек, жігіт өз-өзін қолға алу керек, ер болу керек деп. Рас уж сондаймен өсіп қалдыңыздар ма? Оның жақсы жағынан пайдалансаңыздар. Мысалы, мен солай өстім, өзім жақсы жағынан пайдаланамын. Обычно проблема болса, өз-өзімді қолға алам. Себебі ойлаймын, мен жігітпін ғой. Ер адамның ішінде екі жылқының көтеретін жүгі жату керек қой, оны көтер алу керек қой деп ойлаймын да, сөйтіп қолға аламын. Ол дұрыс емес шығар, бірақ сондай пайдалы кез келген дұрыс емес дүниені пайдалы жағын алуға болады. Сондай. Түсінікті. Енді сіз жаңа айтып қалдыңыз ғой, принциптар болады. Әрбір адамның қарызға кірмес бұрын, әрбір адам өзіне принциптар қойып алу керек деген сияқты. Осы орайда менің сіңілім де осы бухгалтерияда айналысады. Ол да маған айтатын сөздері бар. Ақша принципті жақсы көреді. Иә, принцип жақсы көреді. Егер сен бір принципіңнен аттап кетсең, ақшаның саған деген көзқарасы өзгереді деп, ол маған үнемі солай айтады. Енді менде осындай ой болып тұр. Сізде ақшаға деген қандай принциптар бар? Қай принциптарды сіз бұзбай ұстайсыз, жаңағы қарыздан бөлек? Кез келген ақша, мен енді қазір 10% емес, енді көп ақшасын инвестиция жасаймын. Бірақ кез келген табыс болса, міндетті түрде инвестиция жасаймын. Міндетті түрде, ол менің принципім. Екіншісі, мен қарыз алмаймын. Бірақ қарыз алмаймын деген, банктен қарыз алмаймын дегенді білдірмейді. Мен банктен қарыз алам. Қазір жоқ енді қарызым, но алам. Қарызын жақсысы болады, жақсы кредиттер болады. Активпен қорғалған, инфляциядан жеңетін, сондай кредиттер алам. Отбасы банк деген сияқты әртүрлі. Ондайды алам. Бірақ адамнан қарыз алмаймын деген өзімде принципім бар. Негізі қарыз бермеймін деген принципім жоқ, бірақ максимально бермеуге тырысам. Біреу маған қарыз сұраса айтам. Досым, ренжіме, өзім тірліктеріме керек. Мен тірліктерім, ол ренжісе бірдеңе болса айтам. Мен тірліктерім мен үшін сен тірліктеріне маңыздырақ. Ренжіме. Өзімді бірінші орынға қоямын. Болды. Бермеуге тырысам. Ақша жоқ деп айтпаймын. Бірақ сол қарызға байланысты сондай принцип бар. Үшіншіден, мен жоспарлаймын. Ол жоспарлау принцип па білмеймін, бірақ мен ол әдет шығар енді. Жоспарлаймын. Төртіншіден, мен байлығымды санаймын. Көбісі санамайды байлығын. Мен отырамда санаймын. Қандай дәулетім, нарықта квартираларым қанша тұрады,
акцияларым қанша тұрады, көлік қанша тұрады, сағатым қанша тұрады, барлығын қосқан кезде мен дәулетім қанша болып жатыр, барлығын санаймын. Ол енді принцип емес шығар, но санау керек. Әдетте what gets measured gets managed деген сөз бар. Есептелген дүние басқарылады, есептелмесе басқарылмайды, сондай. Және мынандай бір принцип бар шығар, мен көп ақша табамын. Жақсы принцип. Не болса да, мен или ол сенім ба, бірақ мен әрдайым басқа жерлерде айтқанды, басқа жерлерде болсын, кез келген жерде айтқанды жақсы көремін, солай. Басқа дүние қолымнан келмейтін шығар, бірақ ақша табу қолымнан келеді деп айтамын. Өзімді солай сендіріп алғам, сондықтан особо ақша табудан проблема жоқ негізі. Түсінікті. Так, енді жаңа кредиттің жақсы түрі бар, нашарды түрі бар деп айтып кеттіңіз. Рассрочка алуға болады деген сияқты айтып кеттіңіз. Енді осыған орай кредит, ипотека, рассрочка ұғымдарына тоқталып кетсек. Қарайық. Жаңа кредиттің жақсы жаманын бірден айта салайын. Микроқаржылық ұйымнан алатын кредиттің бәрі жаман. Бірақ ол микроқаржылық ұйым жаман дегенді білдірмейді. Мен ешкімнің бизнесін жамандағым келмейді. Бірақ тұтынушыға микроқаржылық ұйымның ақшасы әдетте жақсы ақша емес. Ол білмеймін енді, мен дін жағынан білмеймін. Харам басқа деп жатады, мен оған ештеңе айтпаймын. Діни ешқандай әңгіме айтпаймын. Есеп жағынан жаман, себебі пайызы өте жоғары, уақыты өте қысқа, және мақсаттар әдетте жақсы мақсат болмайды. Ешкім дейтін, мен қазір байым деп микроқаржылық ұйымнан ақша алмайды. Әдетте проблеманы шешем деп алады, ал ол проблема шешілмейді. Себебі бүгін қазір шешу мүмкін, бірақ ертең сізді қаттырақ проблема кіргізеді. Ай сайын 200 мыңға өмір сүре алмай жатқан адам, ертең еще микрофинансовый организацияның пайызын төлеп қосымша өмір сүру керек та, қиын. Сондықтан ол кредиттер абсолютно жаман, жалпы ондайға жоламаңыз. Күшті сізге выгодный предложениялар айтуы мүмкін. Машинеңді бізге әкеп тастаңыз, осындай ақша береміз, сосын өзіңіз айдап жүре бересіз, ол машинаны бәрібір қандай керемет болса да, былай айтса, мен саған бесплатно ақша беремін деп айтса да алмаңыздар. Бұл бір. Екінші, тұтынушылық кредиттар. Тұтынушылық кредиттар әдетте жаңағы 38%-мен болады, банктарда 35-38%-мен, тым жоғары пайыз, ол нашар кредиттар. Әдетте кредит наличными деп аталады кейбір банктерде, ол нашар кредиттар, себебі тұтынушылық пайызы тым жоғары. Қарапайым есепте былай ойланудың жолы, депозит қанша? Максимально 18% бере ма? Сол депозитпен салыстыруымыз керек. Ай сайын беретіндер 15%. Ондай депозиттерден салыстырамыз. Егер де пайызы содан тым жоғары болса, лучше жоламай қойған дұрыс оған. Пайызы соның айналасында болса, тоже ең жақсы емес, бірақ қарастыруға болады. Мысалы, айталық кезінде с подтверждением дохода дейді, өзіміздің табысымызды растаумен ипотекалар 19% болады. Қазір кішкене қымбаттап жатыр. Олар жаман емес. Ипотека деген, жалпы негізі ипотека деген жаман емес. Себебі біз ипотекаға пәтер аламыз ғой. Ай сайынғы төлеміміз тұрақты. Мысалы бір 400 болуы мүмкін. Ана пәтердің бағасы уақыт өткен сайын қымбаттайды, ал біздің ай сайынғы төлем қымбаттамайды, 400 болып тұра береді. Жақсы, иә? Біздің қарызымыз тоже өзгермейді. Біз бір қарыз алдық, әрине біздің переплатамыз көп басқа, бірақ біз ұзақ уақытқа қарыз алдық та, уақыт өткен сайын бірақ ол қарыздың сомасы өзгермейді ғой. Азаяды, чуть-чуть азаяды, біз ай сайын төлегенден. Ал пәтердің бағасы қымбаттап жатыр. Бұл бір. Екіншіден, пәтерді жалға беретін баға да жыл сайын қымбаттай береді. Мына 400 мыңды бір күні анау пәтер қуып жетіп алады. Яғни осындай активке қарсы қарыз алу, ол жаман емес. Мысалы, кейбір қарыздар бар, оны енді қатты сіздерге пайдалы болмайтын шығар, но репо деген қарыздың түрлері бар, осындай акцияға қарсы қарыз алу деген сияқты сондай. Ондайлар бар, жаман емес. Ипотека деген, жаңа рассрочканың тоже былай жалпы алған кезде рассрочка деген өте жақсы да, пайызы жоқ, 0%-бен, жаңағыдай, егер де соны наличкамен шығара алсақ, вообще депозитке салып қойсақ, вообще тема болады да. Но оның проблемасы бар. Рассрочкаға алатын тауардың не алып жатқаныңа байланысты біріншіден, екіншіден қалай алып жатқанына да байланысты. Себебі әдетте болады ғой, мысалы iPhone. Әдетте мысалы Технодом бір жерден сатып алып жатсақ, оның бағасы 1,8 миллион сондай болатын шығар, 1,7 миллион. Иә, ал егер соны біз айталық жаңағындай серый кіргізетіндер бар ғой, айта берсе болады ма серыйлар? Ну, Қазақстан реальность сондай ғой, бар сумға барсаңыздар, примерно 1,3 миллион, 1,2 миллион алуға болады да. Енді соны мен қазір Каспидан
Каспидан рассрочкамен сататындар әдетте сол суммадағы телефондар ғой. Айырмашылық, документация барлығынан айырмашылығы жоқ. Каспидан рассрочкаға алатын болсам, тем более 0024-те 1,7 сондай миллионға аламын да, бағасы просто рассрочка үшін қосылады. Осы проблема. Рассрочка үшін бағасын қосса, значит, біз кредит төлеп жатырмыз, рассрочка емес. Рассрочка үшін бағасын қоспаса, онда ала беруге болады. Бұл қалай деген сұраққа жауап берді. Бірақ не алып жатқанымызда маңызды. Телевизор мысалы рассрочкаға алу болмайды. Телевизор ең пайдасыз инструменттердің бірі да, мысалы. Жай ғана тұтынушылық үшін осындай. Менің бір көз тісе қызарлығы үшін кез келген, в общем, жоспарланбаған дүниенің барлығын рассрочка алуға болмайды. Әрине, өзімізге пайдалы дүние деп есептейтін, пайда әркімге әртүрлі ғой. Пайдалы деп есептесек, бағасы өзгермесе, онда рассрочкаға ала беру мен ойымша өте жақсы деп ойлаймын. Мысалы, айталық, iPhone пайдалы біреуге жаңа курс алып жатады, біреу, не знаю, тағы не алып жатады рассрочкаға, сонда нормально деп ойлаймын. Бірақ мүмкіндік болса, жылайтына олардың да бәрін алмай, ақша жинаған, өз ақшаңа алғанға не жетсін дейді. Бірақ егер де есебін дұрыс жасай алсаңыздар, әрине рассрочка дейтін сіз ұтасыз всегда. Себебі инфляция ол ақшаның бағасын жей береді. Бағасы болғанда сіздің төлейтін ақшаңыз өзгермейді ғой. Ал инфляция бар кезде төлейтін ақшаңыз сіз үшін жеңілірек бола береді. Бірақ оны есептеу керек. Есебін білмесеңіз лучше керек емес. Түсінікті. Енді соңғы бір Threads'тағы жазбаларды көріп едім. Көп адам Threads'те осындай жазба жазып кетті. Кезінде 4 жыл бұрын, 5 жыл бұрын отбасы банкқа ақша жинап салып бастағанда, қазір мен бір пәтерлі болып отыратын едім деген сияқты. Қазір енді банктарға көп жарнама кетіп жатқан сияқты болуы мүмкін. Бізге төлеу керек. Сол үшін осы отбасы банк сияқты ипотекаға үй беретін бағдарламаларды қолданған қаншалықты дұрыс? Сіз осыған байланысты не айтар едіңіз? Енді Қазақстанның барлығы қолма-қол ақшаға пәтер сатып ала алмайды да. Былай айтайыншы. Жақсы жері бар, отбасының жаман жері бар. Жаман жері пайызы вознаграждение дейді ғой. Ап-азақ. 2% па жылына 2,5%. Ап-азақ. Ондай пайызбен ақша жинау қиын. Неге? Себебі отбасыда шарттар бар ғой, жаңағындай да. Мен 3 жыл ақша жинауым керек. Енді жилищный займ деген болса, 3 жыл ақша жинауым керек. ОП 16 болу керек. Мен 50%-ын жинауым керек. Сол кезде мен дейтін алам да, мысалы 50%-ын салам, төлейм. Пайызы дейтін мен қалған ақшама ғана күшті. Немесе жаңағындай 50%-ын жинап, ОП жетпесе, маған полный бүкіл суммадан процент ұстайды басқа. Бірақ бірден айтайын, отбасы банктікінен тиімдірек деп ипотека жоқ. Отбасы банктің ипотекасы ең тиімді ипотека. Бірақ ақша жинауға отбасы банк тиімсіз. Себебі мен отбасыда ақша жинайын десем, үйдің бағасы қымбаттап кете береді. Мысалы, мен тұрамда отбасы банкта мына үйдің бағасы қазір 20 миллион тұр. Осыны мен айталым бір 3 жылда жинай алам, 5 жылда жинай алам деп ақша жинасам, мен ана 3 жыл, 5 жыл болғанша үйдің бағасы қымбаттап кете береді. Үлгермейміз, қайтадан жинау керек болды. Осы проблема. Сол үшін жақсы жолдардың бірі ақшаны басқа банктың депозитінде, немесе облигацияны білсеңіз тіпті жақсы. Облигацияда жинап, айталық бір 40%-не жеткен кезде, содан кейін барып отбасыға салып, сосын үстіне ақшасын қосып 50%-ға жеткізіп, как раз ОП-ны 5-ке жеткізіп, ОП деген енді оценочный показатель дейді ғой. Бірақ одан маңыздысы вознаграждение деген болады. Сол вознаграждениесін керек суммаға жеткізіп, содан кейін отбасы арқылы ипотека алғанға не жетсін деп қой. Ең күштісі сол да. Бірақ отбасы арқылы жинау қиын, проблемасы сода. Басқа жерде жинап отбасыға салу жақсы идея. Түсінікті, көп рахмет. Бірақ отбасыда депозитіңізді ертерек ашып қойыңыз. Себебі уақыты маңызды ғой ол жерде. Енді ең бір базалық сұрақтардың бірін қояйын осы подкастымыздың соңына қарай. Енді қаржылық сауаттылығын арттырғысы келетіндер кітап оқып, немесе белгілі бір білімдерін қалыптастырғысы келеді. Енді бізде осындай нәрсе бар ғой, мен бірінші біліп алуым керек, мен бірінші зерттеп алуым керек, көріп алуым керек, мен қалай бірінші акциям сатып аламын деген сияқты. Сондай бір кісілерге практикалық кеңестер беретін кітаптар тізімін ұсына аласыз ба? Ұсына аламын, иә. Бірақ бірден айтайын, қаржылық сауаттылық деген көбіне білімнен гөрі әдеттен басталады. Иә, білім маңызды, бірақ сіз белгілі ақша жинаған кезде оның маңызы артады. Ақша көбейген сайын білімнің маңызы арта береді. Ал ақша көбейгенге дейін әдеттің маңыздылығы көбірек. Ақша жинау әдеті, санау әдеті, қарау әдеті. Сондықтан бірінші әдетке көңіл бөліңіздер. Кітаптарға келетін болсақ,
базовый барлық жерде айтылатын кітап, ол бекер барлық жерде айтылып жүрген жоқ, жақсы кітаптар. Бабылдағы немесе Вавилондағы ең бай адам, ақша психологиясы Морган Хаузелдің, мынау қазақшасы жоқ қой деймін осы кітаптың, тайная жизнь денег деген бар. Авторы ұмытып тұрмын, бір жапондық кісі, ол жақсы, орысша білетін болсаңыздар соны оқып алыңыздар. Содан кейін инвестицияға кішкене үңілем де, даже инвестицияға үңілуді қоя тұру керек сіздерге. Сосын жақсы кітап бар, төбеттің есімі Мани дейтін, немесе Мани есімді төбет деп аударылады кейбір кісілерде. Содан кейін қаржы қағидалар деген кітап бар, қазір танымал болып жатыр, мен ойымша жақсы кітап, әсіресе қазақтарға. Осы кітаптардан бастасаңыздар болады. Алар қарай инвестицияны үйренемін, үңілемін десеңіздер, осы кітапты оқығаннан кейін өздеріңізде түсінесіздер. Сол. Түсінікті, көп рахмет. Енді біздің оқырмандарымызға, осы подкастты көріп отырған көрермендерімізге өзіңіздің тарапыңыздан айтатын шынайы бір кеңесіңіз бар ма? Ешкімге кеңес бермеңдер. Сондай кеңес берсеңші, парадокс болады сразу. Бірақ кеңес айтқан қиын ғой, себебі анандай бәріміз өмірді бірінші рет сүріп жатырмыз, дұрыс. Ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін білмейміз. Анандай әлемде осы дұрыс, неге осылай істемейсіңдер деп айтатындардың почти барлығы өздерінің айтып тұрғанына 100% сенімді емес. Сондықтан бірдеңені дұрыс деп айту қиын. Менің өзіме көмектесетін дүние не? Енді ақшаға байланысты дүниенің барлығын айттық, ақшаға байланысты емес дүние. Кітап оқыңыздар деп айтайын. Кітап өте жақсы. Біріншіден, сосын кітапты анандай оқымаңыздар, пожалуйста, өтініш. Кітапты барлығы мен қазір пайда алып қалайын осы кітаптан деп. Біз өмірде барлық дүниеге анандай бір потребительский дейді ғой, тұтынушылық көзқарас болып кетті да. Мынадан пайдалайын, подкасттан пайдалайын, анадан пайдалайын, басқа пайда алмай қоюға да болады. Негізі, кітап ол жақсы уақыт өткізудің жолы. Уақытты прям не просто әдемі ғой кітаптың ішінде. Қандай армандар, қандай картиналар көз алдымызда да. Кітап оқыңыздар келем. Кино көріңіздер. Киноны былай саралап, жақсы кино мен жаман киноны ажыратуды үйренсеңіздер керемет болады да. Себебі жақсы киноны көргеннің ана ішкі ләззаты өте керемет болады. Жаман кинодан біз мынау адамның көңілінде бетінде жататын көпірік сезімдер ғой, сол сезімдерді ғана оятады. Мысалы ха-ха хо-хо деген жақсы болды, кейде барып тұруға болады, бірақ терең фильмдарды көрген ол мүлде басқа. Оны анықтауды үйренсеңіздер, жалпы мысалы жай ғана осы картинкадан да, мынаның экспозициясы қандай, мынау үлкен кадрда қалай алған, мынау қара фонында әппақ болып мынау дейтін қандай аллегориялар қолданып жатыр, сондайлар түсінсеңіздер қандай керемет болады да. Сондықтан сол кино көріңіздер. Енді жастар көріп жатса, уақытты жақсы өткізіңіздер. Сосын мен өзіме естігім келетін бір кеңестер бар еді, мысалы жас кезімде. Естсем де қатты маңызды деп ойламаған шығармын, бірақ маңыздылығын көрсетсе айтар едім. Денсаулыққа қараңыздар, спортпен айналысыңыздар, желательно аптасына 3 рет барып тұрыңыздар спортқа, темір көтеріңіздер, сауатты тамақ жеңіздер, ол да өте маңызды. Тамақ жеуде әдет, мысалы да, ол әдетті өзгерту өте қиын. Сауатты тамақ жеңіздер. Содан кейін денсаулыққа қарау деген анандай қандай гормон қай жаққа жауап береді, анамның өте қиын. Соны әзірден бастап үйрене беріңіздер, барлығы жақсы болады. Қазіргі өмірден бүгіннен ләззат алуды үйреніңіздер. Өте жақсы қабілет болады бүгіннен ләззат алу, себебі уақыт өткен сайын уақыт жылдамдай береді. Кореяда мынандай түсінік бар дейді, біздің жасымыз ол уақыттың жылдамдығына тең. Мен 30-дан ба, сізден гөрі мен үшін уақыт жылдамырақ өтеді да. Сондықтан қазіргі уақыттан ләззат алу өнері өте жақсы. Саяхаттаңыздар. Саяхаттау үшін міндетті түрде ақша құртпасаңыздар да болады. Мысалы, өзіміздің қаланың ішінде саяхаттауға болады. Алматы қаласының ішінде мысалы мен көрмеген 1000 түрлі жер бар. Әр жердің адамдары да әртүрлі болады. Тіпті бір қаланың ішінде күнде саяхаттауға болады. Тіпті жұмысқа бара жатқан жолда да әртүрлі адамдар, әртүрлі құстарды көреміз. Саяхаттаңыздар күнде. Айналаңыздағы адамдармен өтетін уақытты бағалаңыздар. Одан маңыздырақ дүниені мен өмірде білмеймін. Ал ендеше біздің бүгінгі подкастымыз аяқталды. Сізге көп рахмет практикалық кеңестеріңізбен бөліскеніңізге. Подкаст әрбір көрерменге пайдалы болды деген үлкен сенімдемін.
және қаржылық сауаттылық бойынша белгілі бір ұғымдар қалыптастыра білдік деген үміттемін. Егер сондай болса, демек біз өз мақсатымызға жеттік деген сөз, және біздің бастапқы эфир басында қойған ниетіміз орындалды. Ендеше Еркебұлан мырза, біздің сізге өзіміздің арнайы сыйлығымыз бар. Пакеттің ішінде не бар екен, бағанан бері көргім келіп тұрды. Осы сыйлықты сізге табыстаймыз. Көп рахмет. Ой, Біз рахмет. әрдайым подкастқа келген әрбір қонақты қуантуға тырысамыз. Бұл біздің 140 мерчі өзіңіз алып, киіп, осы киімді киген сайын бізді де еске алып отырсаңыз болады. Аша берсем бола ма? Аша беріңіз. Ашып жатырмын, кәдімгі не бар ғой. Көргім келіп тұрғандай сурет шығатын ішінен. Жұлдыз ғой мынау, Иә, жұлдыздың суреті. Бұл біздің арнайы мерчіміз. Сізге келеді деген ойдамыз. Маған тура сияқты размері бар ғой. Кием. Все, рахмет көп. Көп рахмет. Енді мен де сыйлық беруім керек, Иә, сіз де берсеңіз біз қуанышты болатын едік. Біздің көрермендерімізді қуантсаңыз. Қараңыздар, мен әдетте жаңа ойланып жатырмын да, облигация курсын берейін деп жатырмын. Қазір оған ел жұрттар 29.990 теңгеден тіркеліп жатыр. Жалпы айтайыншы, мен курсымды бергім келмейді ешкімге. Оқитын адамдар ақшасын төлеп оқу керек деп ойлаймын негізі. Бірақ бір адамға берем, бірақ бұл курста емес, қаржылық еркіндік деген курсым бар. Оның просто доступты адамдар 200 теңгеге сатып алады. Араларыңызда бір адамға тегін беремін, доступты 1 жылға оқыңыздар. Бірақ оны алу үшін не істейді? Оны алу үшін төменге өздерінің пікірлерін жазса жеткілікті. Не түсінді? Негативті болса да, позитивті болса да, бәрібір, иә. Мен жамандасаңыздар да болады, мынау ұнамай қалды деп, сол миллиард лайк жинасам мысалы. Ал рахмет ендеше, көп рахмет. Сіздермен болған кейіпкер подкасты келесі подкасттарда кездескенше.